Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Келесі қантты саламыз. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Видеоны соңына дейін толық көру үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді сұйық майымызды құямыз. Тұз саламыз. Және де айран немесе йогурт салып, жақсылап және тағы араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнды екі бөліп салатын боламыз. Және қолымызбен жақсылап, ақырындап қамыр илейміз. Достар, барлық қажетті ингредиенттерді өлшемдермен төменге жазып қалдыратын боламын. Қамырдың келесі бөлігін салып, және қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте қатты болып кетпеу керек. Орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Мінекей илеп алдық. Енді бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз ашып көтеріліп тұр. Қамырымызды бір басып, жақсылап жинақтаймыз. Қолымызбен жақсылап жинақтап, қамырды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Және екі бөлікке бөлгеннен кейін және үш бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын дәл осы видеодағыдай үш бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын домалақ пішінге келтіріп аламыз. Неге бізде 6 дана қамыр шықты? Енді әрқайсысын ұн сеуіп, жақсылап оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Орташа көлемде жайып шығамыз. Мінекей барлығын жайып алдық. Енді әрқайсысын тарелкаға салып, бетіне ерітілген сары майды жағып, бірінің үстіне бірін орналастырамыз. Дәл осы видеодағыдай жасаңыздар. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа, 10-15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымыз және жұмсақ болып көтеріледі. Ұн сеуіп, енді осы қамырымызды үстінен оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Енді дәл осы видеодағыдай кесіп шығамыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мінекей бөліп алдық.
Енді арасына кез келген начинканы сала берсеңіздер болады. Мен вареный сгущенка саламын. Сіздер джем және де басқа начинканы қолдансаңыздар болады. Мінекей барлығын салып шықтым. Енді қолымызбен жақсылап круассандарымызды ораймыз. Өте дәмді, слоеный болып шығады. Дәл осылай видеодағыдай астын бірінші сәл қысып қоямыз, яғни вареный сгущенкамыз ағып кетпес үшін. Бір-екі басып, және дәл осылай ораймыз. Круассандарымызды формамызға орналастырып шығамыз, және бетіне жұмыртқаның сарыуызын және 1 шай қасық сүт қосып, жақсылап барлығына түгелмен дәл осылай жағып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында пісіріп алатын боламыз. Яғни әр пештің қызуы әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Мінекей достар, біздің круассандарымыз пісіп дайын болды. Мінекей достар, дәл осылай, осы рецептпен сіздер де жасап, дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ әрі қатпарлы секілді болып шығады. Бір жасасаңыз, қайта-қайта жасай беретініңізге кепілдік беремін, өйткені өте дәмді болып шығады. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Мінекей достар, ортасы да толықтай піседі. Видеоның соңына дейін көріп, назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, жазылып, пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.